Бүгінгі бағдарламада еліміздің ең тартымды шойын жол тегістеушісі. Ол өзіне күтім жасап үйренген. Ақша жұмсайды. Мен красавчикпін. Және рахаттанып өмір сүреді. Кет дискотекаға. Бірақ алғаш рет балалармен жалғыз қалғанда Опаға қана. жоба шарты бойынша отанасы ғажап демалысқа аттанады, ал отағасы әйелінің жұмыс кестесімен үйде қалады. Соншалықты қиын болатынын ойлаған жоқпын әкең. Және 3 міндетті тапсырманы орындап, отбасына басты ақшалай сыйлықты ұтуы қажет. Сенің іштегенің 150 000 теңге айналайын ау деп жатырмын ғой жаңағы. Бір сынақтан сүрінген жағдайда ол ұтыстан қағылады. Қош, істемеймін, болды. Дәл қазір Қазақстанның ең жалқау әкелерін тәрбиелеуді алғаш рет қолға алатын революциялық жоба. Да там плохой елки-палки. Бұл Голливудтық блокбастер қойылым емес. Бұл Луговой ауылындағы шойын жол тегістеушісі Ұлан. Мен красавчикпін, лысыймын, мен сүйседі аламын. Ал сүйсе білудің не қажеті бар? Мә сүйіскенде кайф қой негізінде жақсы көремін сүйіскенде ше. Ләззат алады ғой еркек. Актерларға қызғамда сүйісіп ататын актерлар болады ғой. 100 рет дубль жасаған шығар. Мен өзімді Голливудтық актерлар ұқсатқан кезде жаңағы Вин Дизель бар, Дуэйн Джонсон бар, Брюс Уиллис бар. Соны фантомас. Солар ұқсатам, өйткені біздің шашымыз жоқ қой. Кім білет, мүмкін жақын арада олардың бәсекелесі пайда болатын шығар. Атақты актермын да, мысалы. Онда мен қуатын едім ғой. По-черному қолайсың ол кезде. Бірақ көп арманың іске асады ғой. Маньяктар жаңағыдай, адам өлтіріп. Сондай рөлдер негізін ұнайды мағанша. Қанын ішіп жаңағыдай, зорлап жаңағыдай. Кейт Уинслет шақыратын менше. Белоснежканың рөлінде болады екен, мен маньяк орманнан шығады емді. Қызық екен, ал әйелің сенің жоспарларың туралы біле ме? Менің атым Айдын, мен Ұланның жұбайымын. Айдынның бар ойы үй шаруасымен балалары. 17 жасар Айша, 15 жасар Хафиз бен кішкентай Ханифте, ал Ұланның ойы басқада. Маған да айтады, өзіңді өзің жақсы көруің керек дейді. Мамама қарағанда папам кремді көп қолданады. Таңертең және кешке жағатын арнайы кремдерді қолданған жақсы көреді. Ер адамның крем жаққан енді әрине бір түрлі. Бетін жарылып кетпесін дейін ғой, күн суық қой. Кейде мен қалжыңдап қойым, елуге келгенде қылық шығарып, мен крем жағатын болдым ғой деп, жел қаққанға деп сөйтіп қояды. Негізінде өзі жақсы көреді өз-өзін. Өйткені айнаға жиі қарайды. Елуге келдім ғой, аға, өзімді кішкене формада ұстаған жақсы деп ойлаймын. Енді сен бүйтіп қысқыласа жаңа неғып кетсін сымкадан. Өзі сіңу керек қой. Мен отырмаймын ғой. Ұлан өз-өзіне қалай қарау керектігін Айдын сенен үйренсе болады екен. Өз әйелім айта бастадым ғой, енді шашыңды ал, кішкене өз-өзіне ход жаса, енді болмайды ол. Әйелім шашы қазір боянып білмейді. Аппақ қой шашы. Кембірдің шашында болып барады. Әдемі екенсің ғой деп бүйтіп, көп айтпайды негізінде. Соңғы рет былай есімде жоқ. Ал басқа елдерге мақтау айтуға әрқашан дайын. Қыздар, Рүскүл! Эльмира! Кесеш! Біздің қыздар ең әдемі қыздар ғой.
Әйеліңе гүлді соңғы рет қашан беріп едің? Несіне сыйлаймын? Қойымда жатқан қатын ғой деп қойған. Жаңадан сөйлесіп жүрген кезімізде бір роза гүл алып келіпті. 26 жылға созылды десек болады. Әйеліңе жаңа киім әперудің де қажеті жоқ па? Өзіме киім алмағаныма 25-26 жыл болды. Мама негізінен затты өзі сатып алмайды. Көбінесе әпкелерім Алматыдан алып беріп салып жібереді. Ұлан болса өзіне жаңа киім алу мүмкіндігін еш қашан жібермейді. Ұлан енді әдемі киімді, жаңа киімді жақсы көреді. Қолына ақша түссе, ол шашып жібереді. Мен бүгін өзіме әдемі көйлек сатып алдым. Қоңыр полоскасы бар да, ұнады өзіме. Ең карамат жарасып тұр өзіме, мықты. Әкем жаңадан киім алса, күніне 2-3 рет қайталап киіп көрсететін шығар. Содан кейін бізге қалай болып тұр деп жиі айтады. Мамамнан сұрайды, жараса ма деп. Содан жарасады десек, кәдімгідей мәз болып қалады. Хафиз, Айша, қарсаш, жарысы ма, шындайсыз? Баған сатып ал. Ер азаматқа әдемі киім киініп, таза жүрген маңызды ғой. О, сен біреуді еске салып тұрсың. Хафиз өзін өте қатты жақсы көреді. Айнадан шықпайды. Әкемнің ерекше қылықтарын тура солай қайталайды. Копиясы десем болады. Әдемі болған ұнайды, өзінде әдемі. Әкеңнің тағы қандай әдеттерін қабылдадың? Еркек үй жұмысына араласпау керек деп ойлаймын. Еркектің жұмысы далада негізінде. О, сенің әкең бұл тапсырманы бұлжытпай орындайды. Ол енді қыдырғанды жақсы көреді, демалғанды жақсы көреді. 50 мың, 60 мың бір қыдырғанда сондай ақша кетеді. Баратын жерге қырынып бару керек па? Ыңғайсыз ғой, білесің ғой. Маған айтпақшы, су әкеп беріп кетші, қазір өшіп қалады ғой іште. Балаға айтасыз, дос баланың. Туған күн ба не ол? Кафеге отырғызайын деп жатыр ма? Жоқ, үйінде сұрайса жүріп жатыр ғой соған. Материал алып келген көмектес деп жатыр. Енді шындыққа келсек, қайда жиналдың? Кеттік дискотекаға. Ұлан, бұл жердегі барлық қыз-келіншектің жүректері сенікі сияқты. Шашы бар жігіттер енді ренжімесін енді. Шашы жоқ жігіттер андай сексуальный болады дейді ғой. Бірақ рас па деп қоям мен де. Сондаймыз енді. Адам өзін біледі ғой. Өз-өзімен әбігер Ұлан үй жұмысына көміліп жүрген Айдын туралы ұмытып та кеткен. Үйдің жұмысы еркектің жұмысы емес ол. Ол әйелдің жұмысы ол. Мен үйдегі су қыстың күні от жағамыз, су толтырамыз, тасып кір жуамыз, балаларды жуындырамыз. Олардың 3 мезгіл тамағы, сол үй шаруасы барлығын өзім істеймін. 25 жыл бойы бір тірлікті істей бергеннен адам жалығады. Ал мама бізге ешқашан жалықтым деп айтқан емес. Мамамның жанын ашиды. Бірақ жақында бәрі де өзгереді. Ұлан жел тұрып тұр екен, қыстырғыш алып келші. Қойшы, өзің алшы бар да. Саған кірін жайып біттің ба, мұны ерді жұмса сан ердің бар, пол езіліп кетті ғой тегі. 2-3 күн сонша уақыт жаясың ба? Ұлан, шүберегіңді дайында, себебі еденді сен жуасың. Жас жігіт гүл шоқтарымен келгеннен кейін, сол кезде Ұлан басқаша болып қарады енді оған, қалай бұл деп. Қайырлы күн. Келіңіз. Айдын ханым, мынау сізге. Ал еркек көрген кезде ішімнен бірдеме дүріп кете қалды әйтеуір. Өзімше қораздам шайын. Рахмет. Раушан гүлді сыйлап, мен өзім түсінбей қалдым. Айдын ханымды демалысқа алып кетсем деген ойдым. Келіншегім жалғыз өзі кете ме? Жалғыз өзін қалай жібересің? Болмайды ғой енді айтып, болмайды ол. Ендеше сізге бір 10 минут берейін. Тезірек көзге ілінген затты, қолға ілінген затты алыңыз.
Пол жууп кетуің керек еді ғой, міне езіліп жатыр ғой. Болды. Енді өзің жуатын болдың күйеуім. Я мен айтпаштай түсінбедім я. Сен сол кезде жаңа не деді? Жалғыз өзің кетіп баратсың ғой не? Ана кісімен бірге? Солай болатын болды ғой күйеуім. Сен ондайды қой. Кәме шығып көрем мен оны. Өткізе қалдың, бірақ соны ойладым да, 100 жерден сондай болып келсе де, мен мынауыңа жетпейді ғой, әйелім оны біледі ғой. Папа, ал қалады. Тұзаққа плотно түскенімді мен сол кезде білдім. Таңғалып қалдық, себебі күтпедік, тосынын алып кетті ғой. Біз енді қоштасып та үлгермедік. Енді не істейміз деген ой болды. Жақсы папаларым. Келе Қарсасын на машинаны, қандай машинамен алып тұрасың, мамаларым. Я что-то мен мияқты әйел көрмедім ғой, я? Папада қызғаныш сезімі оянған сияқты болды. Бір жігіт жәнінде қыз келіншекте жоқ, кетіп бара жатыр ма деп. Мен демалып келетін болдым ғой, осындай күнге жеттім ау деген қуаныш сезім болды. Бауыр, мынау не машина? Маркасы не? Бұл Мерседес автокөлігі, Геленваген деген. Геленваген осы ма? Геленваген Мерс. Қазір великтамын ғой мен. Өзің ойлап, великті бүйтіп келатасың, аға. Бүйтіп аяқ бұлай, керлегенсің, шашып, анадан бұлай, музыка қойып қой, енді елестетсеңші қаяқта. Қумағанда не істейсің енді? Өте қымбат көлік, түсі де қара екен, жаңағы богатый көрінеді. Папаға қана. Сондықтан әкелеріңнің шешімі қашу керек. Қатын Алматыға кетті. Саунаға барайық та бір әкең. Кешке таман енді, кешке таман. Болды, бір ат дұрсы демалайық сәк. Бақа. Саунаға құрдасымды ертіп алдым. Жәнді жолдасы бар. Көңіл көтеру үшін бардық. Ұлан деген кішкентайымнан бірге оқыған. Красавчик болатын. Қыздар бір соған қарайды маған емес. Мен негізді қыздарды алып келетін, мен қойып жатырмын ғой, білесің ғой. Қардай білесің бе? Негізді қыздарды алып келетін, мен қойып жатырмын ғой, білесің ғой. Қардай білесің бе? Жоқ. Мен кемпірмен тіреднеймін ғой. 2 күн, 3 күнге жоқ болып кеткен күндер болды. Қайтып келіп, кемпірімізден таяқ жеген күндер болды. Пить так пить, гулять так гулять. Қыздарды ертең осы жерге алып келеміз өзіміздің қыздарды, қалай қарайсың, қалай? Заказ беріп кетеміз ертеңге, бірақ ауыстырып түсеміз. Болмады. Барны бар ма? Ұландығы дұрыс болма, 1-2 қыз болғанда жақсы болады еді қасымызға кішкене. Құлағының ұшына ұқалап түскен отыр. Кетейік деп жатқанбыз ғой бізші. Сол кезде даяш қыз кеп қалды ғой. Бассейннен анау супер шыққандай болды. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Мынандай қыз екен да, келіншек екен. Ұлан досым айтып жатырмын ғой, ей досым, осы номерін албас. Ертең керек болады екеумізге де. Маған ұнады, қатты ұнады. Біраз нәрсеге қиялдадым, маняқа дейін. Сен қайтып кеттіп қайтадан.
Аш оян ұйқыңдан. Бүгін 8 наурыз. Бұл әйелдер күні ұзақ уақыт сенің есіңнен кетпейтін болады. Ой, елки-палки, басым ауырып. Ох, елки, прямо бүгін болды. Неге 8 мартқа түсіп отыр деймін да? Демалатын күн ғой бүгін. Қылдырам деп ойладым ғой мен енді. Әйелінің күн тәртібі дейді. Атқан аспен қаймақпен алади дейді. Жұмыртқаны аламын, неге қаймақ араластырамын да қуырып істеп бересің. Түскі асқа тиго дейді. Ол вообще оңай нәрсе ғой. Гәп қиналып тұрған жоқпын. Айшаның тапсырмасы бойынша дейді, наурызға кешкі ас дайындау. Және бүгін мерекеге орай қызыңның кез келген арманын орындауың керек. Ыдыстардың күйесін тазалау, я? Перделерді жуу дейді. Шкафты кілем қолмен тазалап. Маған проблема емес бұны істеген. 15 минуттық жұмыс қой, ары кетсе 15 минут кетеді. Таңғасы қаймақпен ала дейді. Жасай салам ба, ода тұрған не бар? Қорып, істеп бересің ба? Сковородка ма бірдеме керек шу? Мен істемеген тамақ қой, елки-палки, я? Қалай істеймін деп ойладым мен. Соңғы телефонды алып, әркімге хабарласып көрдім. Кімнен сұрасам болды? Ой, сет жоқ мына жерде. Сүмелек. Киімнің ал... Соны істей бастадым өзім. Елки-палки, я? Наны көтіп жерсем қайтер екен, ол пішінейді. Бір 3-4 пішіне алып келейінші. Масқара алмасам болды ғой мен қазір. Аладиге печенье қосу дейсің бе? Бұл бір жаңалық болайын деп тұр. Печенье қосса оңай болады деп ойладым ғой деймін мен. Жылдан ғой, дайын ғой, нан ғой дедім ғой. Данышпан. Ешкім де алмайды телефон қасақаны. Мен не істейтін сол кезде? Айгүлдің пиғыр. Әшейінде тегі осы трубканы көтеретін ешкім көтермейді. Біреу занят, біреу сөйлеспейді, біреу недоступен болып қалды. Ойымдағыдай болмай жатыр ғой бәрі. Осыны қуыратын шығар, по-моему, Алади деген осы ау деймін. Неға пешке істейінші астын. Ал, бисмилля. Ол не болып Табаға май құймайсың ба? Мен прямо өзін қуырдым ғой жады. Май құйған жоқпын мен. Жұмыртқа болып кетті. Қандай болып кетті? Қачағы бір. Алади деген осындай болам өзі, әкең ала, я? Мәссаған, Көбінесе ботқаға ақсай. Араластырмаса мен күйіп бара тұр ғой, енді жанып атыр ғой. Сүрген амал жоқ араластырдым ғой. Менің енді ойымша Аладидің ады домалақ, кәдімгі жұқа болады ғой, сондай деп ойладым мен. А менікі қуырылған жұмыртқа болды ма, білмеймін өзі. Тамақ болды деші. Я, кеңдер шайға, балалар. Алади ма бірдеме жасадым әйтеуір. Дәмін көріңдерші қандай екен қазір. Күйіп кеткен жұмыртқаны түбімен қырып алады, соған ұқсайды. Хафиз, сен неге үндемей отырсың? Аладидің дәмі тура печенье жеп отқан сияқты болдым. Одан да печеньемен шай іше салған дұрыс еді. Ұнаса да же, ұнамаса да же енді. Терезе перделерді алып, жуа салады екенсің. Аға, оңай оның бәрі де. Көрсетпей қойсаңызда тегі жақсы болар еді да, жуып атқанымда. Қатынның жұмысы ғой ол. Папа кірді, цемент араластырып жатқан сияқты жуды, біртүрлі дауыстар шығарды. Хотя перде өте жеңіл болса да. Негізінде машинка жуу керек қой, аха. Бірақ енді машинка жоқ, енді өзім жудым ғой. Машинка алып беріп қою керек екен, аха.
Папа перде жоғында қиналады, өйткені азанда тұрып басы ауырып тұрған болатын. Бас жазбаған соң көңіл-күй онша болмады. Ана әйелім рахаттанып жатқан шығар қазір, аха. Күшті, керемет. Рахат-ай. Керемет. Енді тек қана жақсылап демалу керек болды. Алла қаласа, керемет бәрі. Мен уже демалыстың басталғанын сезіндім. Күшті. Ондай өмірді көрген жоқпыз ғой, бірінші рет көрейік деп тұрмыз. Ойымдағыдан да керемет болып шықты. Осының бәрі бір апта бойы мен үшін осындай өмірді 26 жыл армандап мені қолым жетті. Өте қатты қуаныштымын. Қамырды ашытты, жа пигодит істейсің, болды. Көргіміз ғой еліміз істеп жүрген. Сырт көзіме қарасаң бейт билейді де қоя салады ғой. Басымда ауырып кетті. Жауып қойып ғой. Айбай қолмай, мұнамын кесіп аларым екен ме екен. Сұйықтау ма? Мама, ауырып кетмеді сұйық қосамын. Енді маман қоспаса мен қосам ғой. Қамырын сұйық қойды мен, ә? Папаның қамырына 2 литр су қосқанын білген кезде таң қалдым. Соныңдай салат ішіне. Мен реально бүйтіп ойладым, қазір жаямын да, ішіне картошканы, сәбіз саламды бүйтем да, мантаваркаға сала салам, болды бәрі айбат болады дедім ғой. Жоқ, сәсел ұқсамай қалды. Жоқ, оннан ба, может, тұрып қалған дрождың несі өтіп кетті ма сұрауы деп ойлаймын енді өзімді ше. Айтпасам бәрін кәдімгідей нақты істедім ғой, ешқандай. Ау, Шалабай, не бол? Шай, қоя тұр, шайды. Папа шай дейді ғой, йоқ, папа. Айқайлап жіберім бек кетті, сені керек қой. Хафиз, Шалабайға не берші? Май керек қой, майламадыз қой. Қырбала саламыз іштен қымай. Қазір піскенде айбат болады бұл. Емшектер ақып тұратын пигоди болды ғой. Папа, Ау. шашын бүйралап бересіз ба? Қаяқтағы бүйраладым, қойып тұрсашы. Бүйралап беріңіз. Қазір ма? Айтып қой мен айтқанын істейсіз. Шашымды бүйралап беруін өтіндім, себебі орталыққа қыздармен жиналамыз деп шештік. Папа сол кезде таң қалғаннан не күлерін, не жыларын білмей қалды, себебі өзінің уақыты жетпей жатты да. Былай
Азаздан алып пісіреміз, мама сөшеді. Азаздан? Аха. Бұйраламақ тұрма қыздарым шашын ұстаған емес мен бүйтіп. Мынау, по-моему, бракованный ғой дейм Айша. Локыры мынандай ғой, аға? Папа, шашымды қайта жұлып, 100 талы шашым түсіп қалған шығар. Ал, мә. Тоқта, жөндеп істеймін, яғы кетіп қалады. Былайына өткізіңіз шашқа. Өткізіңіз. Ұшын, резинкадан түгел өткізуіңіз керек. Міне яғынан бастап өткізем болса өзді? Салғанда, мынау шашың ғой, мынау шашың дей шаға, мынау сенің шашың. Мен оны, мынаны қалай салам, былай салам ба, саламай атырым соған. Айо, ақырет па, мынаны. Айт, сосын екінші рет өткізесіз. Екінші рет түсіндім, болды мұн кетті, енді дұрыс болды. Әже, білем ғой? Әдейін болып қалды. Крик мода дей ма, не деп айтады өзі? Писк мода ма, білмейм әді, сондай жасадым. Болды, ақан. Шешпе оны, қайтадан болуым керек. Болды? Болған жоқ. Ағыр бұт шығып кетті шашымның. Маған ұнамады, бірақ көңіл күйімді қатты көтерді. Табақты көтерсем бар ғой. Ана екі табақ біріне аққан, екіншісі ана суға аққан. Тесігін бәрі бітеліп қылған ғой. Пары өтпейді ананың. Папа не пигодиді алып келе жатқанда күлкім келіп бір жағынан жүрегім айып бір түрлі болды. Несі бар? Екінші рет қысуға дайын өдем. Ағайшын, главный біз ауыз тиіп жесек болды ғой, оны түгел жеп қой міндет емес. От саяқ жуым керек әлі. Начинкасы қай жақта екен таппағым бірақ. Түрінен уже жүрегің айнып тұрады. Не то, что жеу, дәмді вообще ұмыта алмайтын сияқты шығармын. Қазанды жуа салдың ол қиын емес ол. Содан сепсең болды ғой, өзі кішкене күтесің, өзі ағар түседі, ысқылай жыласың ғой, болды ғой. Езіп атыр мәтәңгілет, кетпейді ғой қасақана. Кәдімгі сүтсе бүт қатты-қатты сүт, үспей кәдімгі аңызға сүйді сүріп. Бетімді сүт енді. Қазан тазылып жатқанда папантыр соғыстан келген сияқты болды. Не қызым да көмектеспейді, не балам да көмектеспейді. Қиналдым мен өте. Мама қазанды жуғанда жұмыс істегенде бүйтіп жұмсап шақырмайды, өзі ақырындап істеп бәрін тап-теңдей ақтай тазалай береді. Терім ағып жатыр, міне ана белім ағып жатыр. Анау келесі жұмысты істеуім керек. Айша, мен басым сияқты жылдырлап тұрма? Иә. Айша қызым не береді, сол бір картошкама бірдеме қуырып бер дейтін шығар кетсе. Ол да қиыншылық емес. Айша қызым, не жасап берейін мейрамыңа? Тирамису. Тирамису деген несі тағы да? Қаяқтағы термосу ауылда.
Мен телевизордан тирамису деген десерт көрген болатынмын. Дәмін көргім келіп жүретін қатты. Папаға заказ берейін деп ойладым. Я мен ондай білмеймін ғой, естіген емеспін негізінде. Көршілерден сұрап келейін, аға. Не ол тирамису? Значит, котлет сияқты олар ма екен, а? Көже емес шығар енді явно ол. Қайдағы көже? Тирамису ол. Бисквит печенье мен маскарпоне ірімшігінен жасалатын итальяндық десерт. Қанат! Көп жаса келін. Айша не жасап бер деп жатыр? Тирамису дейді, итальянский. Соны білесің бе? Соны сұрауға келіп едім. Жоқ. Ондайды білмейсің ба? Білмеймін. Мейлі. Қуыратын нәрсе шығады еді, нақырайнек. Алло, айым. Тирамису деген не ол? Ол суп сияқты ма или не ол? Көже ма? Торт ол. Торт па? Не керек айтшы бол? Сыр аласың, кофе аласың. Ал. Жұмыртқа, сахар. Төртеуін араластырам ғой. Ойла, ол мен оның бәрін қашан істеп бітіремін, мына масқара. Тирамисуға макаранцы деген сыр керек екен да. Соны іздеп магазинге бардым ғой ауылда. Макаранцы емес, маскарпоне. Сыр, маскарпоне деген бар ма? Меркенский сыр бар. Басқа сыр жоқ, аға. Сатушымыз макаранцаны сатпақ тұрмақ түсіне де кірмеген ғой. Дешелер не ғой? Сыр маскарпонені ауыстыратын не? Бар да нормально шығар. Чөркадан өткізіп жіберіп, ол еш нәрсе де қылмайды. 925 бар. Бол. Жақсы онда. Рахмет. Андай миксер дырррр дегісің тез араласпай ма ол? Хафиз, миксер алып кеш, миксер. Аяғында ма қосатын? Алло. İşteydi. Oy yok. Ya. Ayım, kum şekermeniyeni aralastırıp koydum. Endi ne dedin? Şimdi pişirmenizi alın. O da kaymaklı жаздым. А сырды қашан қоям мен оған? Деп обычный сыр ғой ол. Обычный сыр, аға. Ол керек емес ол. Сол мен чөркамен өткізем деп ойлап қалдым ғой, жаңа бүйтіп езіп өткізіп жіберем дедім ғой. Сөйтсем ол макаранцы ма, сол болмаса болмайды екен ондай сыр. Шеф болатын болдым ғой, Димақа бір Алматыға бір ресторан. Не жасайын сіз тек өтпей айтам. А бұл сопас вроде нормально сияқты. Термосу термоядерный болды ғой. Айша кел қызым отырмын. Термосу деген десерт дедің ба? Не дедің жаңа? Көр енді пробасын жаса. Негізінен енді клубника болу керек дейді, енді клубника таппадым. Күні бойына жасаған ең тәтті тағамы сол тирамису болған шығар. Өзіме қатты ұнады. Пешпен столдың арасында жүгіріп кеттім ғой деген. Өлі бермей қаламын деп қатты қорықтым. Қолынан кішкене қуы берем. Реально ойлаған жоқпын да осындай болады деп. Қазір мен анау столдың арасынан шыға алмай қалдым. Бір күнге қиналды ғой, жаңа. Қиналып қалды шынымен. Bir 100 gram ішіп алайыншы мен. Реально шаршап кеттім, атасын әледі, әкесін. Кеттік ал. Стрессімді басайын деп, 100 грамды ішіп алдым енді. Шындығы ғой енді. Ішкен кезде бар ғой, жаңа. Өтеді ғой жарықтық мына жерде, бүйтіп өтеді да. Сөйлейді, резко бүйтіп жалмаң етіп жаның кіріп бүйтіп. Атып шығасың ғой. Ayşe gel kızıma, bunu Navruz Gözü. Kas. Hafiz ben balam usta. Ayşe'mden sağan. Бүгін бірінші тамақ. Әлем бұқты. Шынымен дәмі өте тәтті болды.
Ананы бүйтіп шөткалаган сайын шаш шығып жатыр, бекітсең шаш шыға береді, шаш шыға береді. Мен ойлайтым, ой, кілем тазалаған ерунда деп. Папа өзінің шашы болмағаннан кейін бе жаңағы біздің түскен шаштарымызды жақтыртқан жоқ? Сен айтек. Қолым ойылып кетті ғой. Ашыды ғой. Жаным қиналып кетті. Қатты осы. Хафиз, шеше осының шепті. Тазаламай қойсам не қылады дейм? Қолым ойылып қалды. Қойш. İstemeyim bol. Herkesin al. Kol mu ölüp yok. Kıyın egenmiş. Aşağı. Ау. Ben istemeyim. Болды ғой, почти күн бітті ғой. Азақ қалды ғой. Тапсырмаларды бітіре салсаңшы. Шаршап кеттім шынымен. Ал мама болса осы күнді 25 жыл бойы күнде қайталап өтеді. Барынша ойыннан айнытуға тырыстым. Мама күнделікті жасап жүрген жұмысты өзі аяғына дейін сезініп көрген қаладым. Маманың қадірін білген қаладым. Премияны айыз ғой. İstemeyim al. Ey erkeğin şunu şaşırdı ne? Ben okunuyorum ga şunun. Kaz айтам. Просто я, оказывается, вообще ничего не делал для нее. Елки-палки, что я не творил? Условия нет, она же плачет, елки-палки. Создай мне условия. У меня были много денег, честно говоря. Я все пропивал. Я 10 холодильников мог бы купить. Шынымен. Алтындай қыздарымды туып берді. До того мен оны тапит етіп тастаған екенмін ғой, елки-палки. Әдемі қыз болатын оны. До того плохой, елки-палки. Ұланға арналған 3 басты тапсырма қандай болатынын білетін уақыт келді. Ал, көлей келді. Бірінші тапсырма ма? Ханифті горшокқа үйрету, мүмкін емес қой ол. Ертерек үйрете бермей, бұны қайтып үйретем енді. Бұл тапсырманы Айдын орындайды деп ойладың ба? Өткен жылы ол сенің көмегіңді күткен болатын. Горшокқа мені үйретейін деп отырғыздым біраз күн. Қатты шыңғырып жылады. Содан қорықтым да шошытып алам ба деп. Негізінде осы жасқа дейін памперспен жүрген дұрыс емес баланы. Хафизге үлгілі әке болу. Оған қалай үлгілі әке болам дедім, өзім кішкене қисықтау жүремін да. Сондай Хафиз сенің іс-әрекеттеріңді көшіріп жүрген сияқты. Назырек мен сияқты болмыр, көрікті. Сымбатты.
Өзінің тартымды екенін білемін. Ұлының бұл әрекеттері Айдынды мазалауда. Қыздары қысқа юбка киеді екен, мектепте қарап қалғаны көрген кезде тесіліп. Тілімді не үшін шығарамын, себебі сексуальный көрінеді. Сындырмаймын мен қыздарды, өздері сынады маған. Әйелінен кешірім сұрау хатын жазу дейді. Енді мен андай бір жазушы емеспін ғой, енді бір керемет жазатындай. Басқаға өзгертсе болады ма? Мүмкін сен бір нәрсені жасырып тұрған боларсың. Үш күн қонақ үйде бір әйелмен демалған. Мен тұрып қалдым көрген кезде, екеуі жалғыз жатыр. Үш күн қонақ үйде бір әйелмен демалған. Мен тұрып қалдым көрген кезде, екеуі жалғыз жатыр. Келеді, тиіседі, сенің түрің жаман, сенің түрің құрсын, ол сұлу, ол городская. Ол кезде сенің берген тамағың да ұнамайды, жүрген жүрісіңде, түріңде ұнамайды, көргісі келмей қалады ғой сені. Бір өзім қалған кезде бір жылап аламын кейде. Ішімдегіні босатыпшы. Шынымен ұлан Айдыннан кешірім сұрамауы мүмкін бе? Тоқта, іште отыр. Не болды? Отырса қазір іштейміз. Шыңғырады ғой жаңа, горшокты көрсе бар ғой, ыстық бір нәрсеге отырғызғанда шыңғырады. Отағасы, фантазияңды қосатын уақыт келді. Памперс қоймын, памперс. Білесің ба? Осыған отырасың қазір. Памперсті көрсе, осы жерге сиеді екен ғой деп, сиетін шығар дедім ғой, далбасыладым ғой. Бақ, ұста. Отыр же. Ой, молодец, папа балашы. Чай ішесің ба, чай? Чай құйып берші. Шалабай, іштеші. Саған байланысты отыр қазір менің мәселем бәрі. Сенің іштегенің 150 000 теңге айналайын ау деп жатырмын ғой жаңағы. Қарашы Шалабай, мен қара. Но горшок қақа, оған шш дейді, шш дейді. Битесің да, отырасың да битесің. Шш дейсің. Бересек адам горшокты отқан енді бір түрлі ғой. Ондай ақша төлейтін болса мен 10 рет отыратын едім. 5 мың берші қазір, мен ақ бара беремін қазір. Рахат қой ондай жұмыс деген. Мына сен әпшуың ғой, мына сен әпшуың ғой. Қара мына. Көрдің ба? Не болды sana? Ne болды? Yok Кейін отырасыса болады ғой теге, қаным ішіп қойды ғой теге. Сенде ұйықтатсаң ұйықтамайды ол. Именно сол горшокқа келгенде ұйықтайды ғой жаңағы. Отағасы ашулы, ал отанасының бақыттан бас айналуда. Мен аяғым қақсаушы еді, мынау массаж бір керемет болып отыр, жағып жатыр. Демалған сайын қайта күш-жігер пайда болып, өмірге деген көзқарасың басқаша. Массажды өзі телевизордан көреміз, неше түрлі. Қалай болады екен деп ойлайтым. Бүгін сол арманым орындалды. Жақын арада сенің тағы бір арманың орындалады. Самасы. Қара кесе ол тіпті көрінбей қалады. Бір денемде жеңілдік болып, сергеп қалдым да, ұнады маған. Thank you very much. 3-4 күннен бері демалып жатырмын қазір.
Соны ойлаймын да, әйел баласына негізі жылына 2 рет демалған дұрыс сияқты. Семей қойды ақырында. Бір сутка бойы семейді. 4 сағат өтті. Деймін ғой, семейді ғой, 5 сағат өтті. Не болды? Не болды? Ұқпайын деп отырып көрді, жасы көрді. Ұқтап қалды ма? Ұқтап қалды. Осы шалаба келгенде тіреліп қалды ғой. Қалай сигізсем болады горшокқа? Қорқытсам сиетін шығар. Деген кезде қорққаннан сиіз беретін шығар дедім ғой мен. Аяғында бүйтіп ойладым ғой, зәр қуалайтын нәрсе бар шығар бір деп, сондайды берсем қайтер екен, а? Ұлан, уақыт зымырап барады, ал сен әлі 2 тапсырма күтіп тұр. Жаман нәрселерге жоламауды айтып, ақыл сіңіреді деп ойладым. Өсіп келатқан балаға әрең үйрету керек қой соны. Қалай сүйсу керек екен. Енді кім үйретеді енді, мен үйретпегенде оған. Бірінші поцелуйым. 8-ші класста сенің жасындай болған екен ғой мен, аға. Одноклассницалар ғой. Ұлан, Хафиза оны білу керектігіне сенімдісің бе? Әдемі сүйсу керек қой, кайф қой ол, сүйсу деген ол өнер ол. Мойнынан сүйдім ғой бірінші. Тек тоқтайсыз. Сол есімде. Әкемнің сүйсуді үйреткен қаламаған себебім. Неге? Ұяласың ба? Мен онсыз да сүйіскенді білем. Соңғы рет кеше сүйісіп көрдім. Бірінші қызбен сүйісесің, бірінші неде болады? Ойбай, Ұлан, тоқта, мүмкін ретімен үйретерсің. Қара балам, қыздарға қалай көз қысуды үйретем, сол қыздар өздері құлайды саған. Енді әр ер азамат көз қысуды білу керек. Бұл өмір ғой бұл. Қызды көресің ғой бірінші. Ұнатып қаласың ғой, бүйтесің қара, маған қара. Бұлар мынаны жабады. Мына бүйтіп башасында бүйтесің. Үйренім оған, қысамаған. 2-3 күн керек шығар, қайталап істей берсем үйренім. Бұлай жабасың ғой, сен бүйтесің. Көрдің ба бір қызды? Ұнатып қалдың ба? Сен бүйтесің. Дейсің, болды. Қыздар кете береді өздері. 13-ші күні сабаққа барған кезде осы қыздарға маркат етіп, кішкене ары-бері жаттығып көреді. Ұлан, ал әйеліңнен кешірім сұрайтын ойың бар ма? Сұрағым келіп тұрған жоқ, бірақ оның несі маған ұят? Дәл осы кезде Айдынды 26 жылда алғашқы рет шопинг күтіп тұр. Өзім таңдап көріп алады екенмін дедім да, ерекше болды да маған. Және бұл соңғы тосынсы емес. Кветі ғана ұнап тұр. Осыны таңдадыңыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз ба? Жүрегім дүрсілдеп кетті сізді көргенде. Отырып қарайын сізге, что-то аяғым ұстамай еді. Неге? Көрген кезде қатты қобалжыдым, отырып қалдым ғой. Сізге көмектесейін деп келдім. Рахмет. Қазіргі модный цветтерді көрсетейін мен сізге. Күнделікті көріп жүрген адам емес, әнші болған соң бір таңғалыс болды. Ашық цветтерден қорықпау керек. Сізді ашып тұрады, ерекше көрініп тұрасыз сосын. Ертең ауылда тойға барғанда, деп 40 қыздың ортасында жарқырап тұру керек емес пе? Мына үшеуін киіп көрейік. Тез тіл табысып кетеді екен да адаммен. Бір көргенде ашылып ол кісімен сөйлесе алады екенсің. Әдемі, ашты сізді, прямо жарқырап тұрсыз әдемі. Рахмет. Өйстіп, енді бір тойларға барғанда мына жеңді көрсетіп билейсіз ғой, былай билейсіз ғой. Манеки көйлегімнің жеңін көрін дейді. Жарасты, айнаға қарағанда өзіме ұнады. Ух ты!
Ашып тұр ма? Отлично. Күшті ашып тұр. Күшті. Қарашы. Модница болдың ма? Ашық түсте жарасады екен. Фигураны қарасаңызшы, қандай керемет. Осы әдемі фигурамен күйеуің алдынан бүйтіп шыққан кезде күйеуің қайттан ғашық болу керек қой саған. Ай, қойыңдаршы, ұялып қойыңдаршы мені. Көйлекті мен сізге сыйға тартқым келіп тұр. О, рахмет. Осы көйлекті киіп жарқырап жүріңіз. Сосын айтасыз маған, бұны жеңіс халқы таңдап алып берген, ал бағалаңдар де. Көйлегім өзіме қатты ұнады. Ойымнан шықты, керемет. Жалпы расында да біз отбасымызды қолымыз, бірақ өзімізді ұмытпауымыз керек. Сенімсіздік қайдан пайда болды сізге? Жаңадан бой жетіп келе жатқан кезде 19 жасымда алып қашып осындай ғой енді. Сіз бар ғой, 19 жасында 26 далаға шыққан сияқты отырсыз да? Өзіңізге бір көңіл аудару салонға барып көрмейміз бе? Бетіңізге айран жағып, хотя бы айран мен лимонның сыңысын араластырып жақсаңыз, бетіңіз әппақ қалады. Жеңіс ханымның ең ұнаған жаңа ақыл кеңесі өз-өзіңді бағала деді ғой. Бірінші әйел өзін бағалау керек. Сол кезде оны күйеуі де, отбасы да бағалайды деді ғой. Сол сөз есімде қалды. Сені ұлан да бағалай бастаған сияқты. Өзіне орын таппай жүр. Хат жазайын деп шештің бе? Шынымен өз кінәңді мойындадың ба? Хат жазайын деп шештің бе? Шынымен өз кінәңді мойындадың ба? Мен көп қиындық жасадым болған, оны бағалаған жоқпын. Арақ ішемін, гулять етемін, адам деп оны санамайсың, типа өзінше болып. Мен оның көзіне шөп салдым ғой, сол үшін сұрайтын едім. Жаңағындай келіншекпен барасың, жаттым, сол жерге келді де ұстап алды ұйықтап жатқан жерімнен. Ол бір рет болған жоқ, қанша рет болды ол, көп болды ол. Алтындай Аллаға шүкір бала шағам бар. Әп-әдемі әйелім нағып соншалықты сондайға түсіп алдым деймін да. Хафиз, кейін жүр, меркке барайық, бір тірлік бар. Көз қалай қысуды үйреттік қой енді. Соң жатып ойландым түніне. Не үлгі көрсетіп жатырмын мен дедім. Балама үлгі ретінде мамасына уәде беріп жүрген нәрсем бар еді. Алып беруге шешім қабылдадым солай. Саламат па қарындас? Саламатсыздар ма? Кір жуатын машина қарап жүреді. Сол кір жуғыш машина алып берем деп өзі уәде берген, сол жұмысынан тиетін ақшасы. Сол мен енді күттім ғой, енді күткеннен кейін қонақ үйде 3 күн жаңа бір әйелмен демалған. Соған су қолмен құятын керек та бізге? Аха, полуавтомат. Мына жаққа су құяды, жуып болғаннан кейін мына жаққа сығады. Мамаң қанша жыл болды, yok істемей жүрмін, уәде беремін да істемеймін. Тосын сый болсын да, осыны алсақ па деп тұрмыз. Салып бере ме или қалай қыламыз? Аха, қазір салып береді. Мәңіз қарындас. 26 жылда бірінші машинка сатып алып бір өзінің ортасынан бір еркектік жасады деп ойлаймын өзім. Багажникке ма? Мына коробкасын ары қой, бері қой. Мына жерге қояқ балам, кел мына жерге өшеге. Кішкене артар. Мама қуанады жүр, төлес көпке жетеді деп ойлаймын. Әйел баласының еңбегін бағалау керек екен. Сен балам менің істеген қателіктерін жасама. Құдай қаласа сен де үлкен жігіт болып жатсың ғой, Аллаға шүкір. Түсіндің ба балам? Давай. Адам бол. Жақсы адам бол балам. Финалға дейін бір күн ғана қалды. Ал ұлан ұлын сол күйі горшокқа отырғызып үйреткен жоқ. Шабаға значит.
Тапсырманың біреуін ғана орындамаған жағдайда бір тиында алмайтынын ұлан жақсы түсінеді. Соншалықты қиын болатын ойлаған жоқпын мен әкең. 100.000 теңге ұтамыз деп ойладық, жоқ ойша жаратып қойдық оны қайға кететінін. Шабай, сүйсең болады ғой тек. Біз Шалабайдың артынан бір күн жүрдік, екінші күн жүрдік, үшінші күн жүрдік. Ол біздің үмітімізді ақтаған жоқ, горшокқа отырған жоқ. Тапсырма шынымен орындалмай ма? Егер сүймесе, капец. Сүйді балам, сүйді. О, кайф қой. Өзім сөйтіп тұрғанда сезімде болдым ғой. Азамат, молодец. Мені құтқардың. Шалабайдың ең алғаш горшокқа отырған осындай естен кетпес сәттен ұмытылмайды. Алдымдағы балаларым бар ғой, соның емшектен шығып, емшектен шықты, аха, горшок, мен ешқайсына мән берген емеспін. Сөйтсем бұл оңай нәрсе емес екен. Құдай-ау, менің әйеліме жаңадан басқа әйел болып көрінді. Үйдегідей емес, 26 жыл бойы көрген әйеліміз. Сезесің ғой енді жаңа. Гүліңізді бермейсіз ба? Қандайсың? Жақсы. Аман есен? Жақсы, Аллаға шүкір. Азып, жүдеп кетті да. Бір жағынан жаным ашты, бір жағынан мені түсінген шығар деп өзім рахаттандым. Саған жаңа біріне жазып едім. Хат, соны оқып берейін. Мен саған не істемедім, аға, қарап отырсам бар ғой 26 жылдың ішінде. Талай ренжіттім де, жылаттым да, көзіне шөп те салдым. Мені кешір, істеген жаманшылықтарыма. Мен ойлайтын түсінбейтін шығар деп. Сен түсінеді екен. Енді айтамайым, тек идеалін өзгеріп кетім деп. Саған деген көзқарасым өзгерді. Әйел ретінде бағаламаппын ғой мен сені. Әлі де кеш емес. Шамам келгенше тырысамын. Бойым жеңілдеп, Аллаға шүкір өте бақыттымын бүгін. Осы демалыстан кейін мен де бұрынғыдай бола қоймаспын. Өйткені менде де көп өзгерістер болды. Адам оңаша қалғанда ойлайды, көз алдыңнан өткізесің ғой, өміріңді, болған жағдай бар. Әйел болғаннан кейін кішкене өзіңді құрметтете білу керек екен да. Шілей өзіңді елетіп қоймау керек екен да, былайша айтқанда. Маманы көрген кезде танымай қалдым. Мама өте қатты өзгерген, 180 градусқа өзгеріп кеткен. Мама, енді кеткен кездегіден қарағанда, әйел заты екенін сезінген сияқты құлпырып, әдем болып кетті. Шындықты білетін сәт. Ұлан біздің бағдарламаның басты ақшалай сыйлығын ала ма? Бұл жоба бізге өте қатты көмектесті. Мамамызды шынайы бақыт ете алды. Және әкемізге мамаға қажетті мөлшерде көңіл бөле алмай жүргенін түсіндірді. Әйелдің бағалау керек екен еңбегін. Ол көзге көрінбейтін, ақшасы төленбейтін еңбек екен де бұл әйелдің еңбегі. Соны айтайын дедім еркектерге.